Баршаға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі күнім осылай басталды. Негізі ұйқыдан ерте тұрғам, сотқыш қылып жата бергенмін ғой, солай. Сосын ұшып тұрып төсектерімді жинап алдым. Сөйтіп ақырын шықсам, енем уже кухняда жүр екен. Ұят болды ау деп бүйтіп ұялып кіріп келдім де сәлемімді салып, әрі қарата тірлігіме кірісіп кеттім. Сөйтіп тамақ шайымызды ішіп алдық та, Әмірді сабаққа жіберейін деп киіндірдім. Бұл мәз болып тұр, бүгін соңғы күн, 2 күн демалыс деп. Солай қалпағын, күрткісін кигізіп, соңғысын қолына ұстатып мектепке шығарып салдым да, үйлерді жинап тазалауды бастадым. Барлық бөлмелерді жинап тазалап алдым да, тамағымды бастап қойдым. Кешкі тамақты қойдың етінен сорпа қайнатып қойдым. Сосын жуынып алайын деп жуынып шықтым да, бүгін айтпақшы күйеуімнің маған тәтті алып келетін күн екен ғой деп есіме түсті. Әр жұма сайын тәтті алып келеді. Сөйтіп өз-өзіме қарап алайын деп көздерімді бояп алдым да, сөйтіп күйеуімді жұмыстан күтіп жүрмін ғой, шыдамай. Әр пятница осылай болады менде ше. Терезеден қараймын, домофонды біреу басса жүгіріп барып кім келді екен деп шыдамсыз солай күтіп жүрем. Сөйтіп жатқанда күйеуім маған смс жазып жүріпті. Былай деп: "Жан, мен бүгін кешігіп барам, мені күтпеңдер, тамақтана беріңдер, жайма" деп. Сосын туф деп телефон лақтырып жібердім де ренжіп қалдым. Сөйтсем, кеш келсе де маған тәттісін ұмытпай тәттісін алып келіпті. Ертесі күні ашып, бірінші өзім жеп алғанмын ғой. Күшті, дәмі күшті екен, орехпен. Сөйтіп мәз болып посудаларымды жуып алдым, жестіріп, тазалап. Содан кейін күйеуім ночқа кетеді, тамақтарын салып, кәдімгідей мәз болып, махаббат болып жүрсің ғой. Мен сияқты бір шоколадқа алданып қалатын келіншектер барсыздар ма негізі?